Hello students, how is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 4-ші сынып ағылшын тілі People's Book кітабындағы Fast Machines тақырыбын өтетін боламыз. 118 және 119 беттеріңізді ашыңыздар. Бірінші exercise number 10. Look at the pictures. What would you like to know about these gadgets? Write 2 questions. 10-шы жаттығу суреттерге қара деген гаджеттер жайлы не білгіңіз келеді дейді. 2 сұрақ жазыңыз дейді. Listen and read. Can you answer this question? Can you answer your questions дейді. Тыңда және оқы, және сен өзіңнің сұрақтарыңа жауап бере аласың ба дейді. Ендеше оқып аударайық берілген мәтінді. Do you like skateboarding? дейді. Тақырып тұр, яғни сен скейтборд тепкенді ұнатасың ба дейді. Would you like to be way ahead of your friends? Сен достарыңнан алда болғың келе ме дейді. Then you should get a hoverboard. Hoverboards are the latest in personal transport and they are fully electronic with built-in speakers for listening to your favorite tunes and even lights for riding at night дейді. Ендеше аударайық. Ендеше сенде ховерборд болу қажет дейді. Ховербордтар жалпы олар транспорт, яғни жеке соңғы шыққан жеке транспорттардың бірі болып табылады дейді, және олар толық электроникалық және де with built-in speakers for listening to your favorite tunes дейді. Яғни сүйікті әуендеріңізді тыңдауға арналған кірістірілген динамиктермен және де жарықтар, яғни жарықтар бар, түнде айдау үшін арналған дейді. The batteries can last long enough to take you up to 8 kilometers on a single charge. Батареялар бір зарядталғанда 8 километрге дейін жүруге жеткілікті ұзақ қызмет ете алады дейді. On some models you can travel at a speed of 21 kilometers an hour. That's fast enough when you haven't got anything to hold onto. So if you are not too shy to try something new, you should definitely give the hoverboard a go дейді. Ендеше аударайық. Кейбір үлгілерінде, яғни кейбір модельдерінде сіз тіпті 21 километр сағатына жылдамдықта жүре аласыз дейді. Бұл сөзде ешқандай кідіретін, яғни ұстап қалатын нәрсе болмаған кезде бұл өте жеткілікті жылдам дейді. Сондықтан жаңа нәрсені көруден тартынбасаңыз, яғни ұялмасаңыз, сіз ховербордты пайдаланып көруіңіз керек дейді, яғни ховербордпен жүріп қарауыңыз қажет дейді. Енді келесі абзацты оқып аударайық. Do you think the latest smartphones and tablets are too cool for words? Соңғы шығып жатқан смартфондар мен планшеттер сөзбен жеткізерліктей керемет деп ойлайсыз ба дейді. Яғни сөзбен жеткізуге тым керемет деп ойлайсыз ба дейді. Then you should check out the wearable touchscreen bracelets дейді. Ендеше сіздер қолға киетін, яғни қолға тағатын сенсорлық экранды браслеттерді киіп көрулеріңіз қажет, яғни тексеріп көрулеріңіз қажет дейді. These bracelets work like a mini tablet but on your skin. Бұл браслеттер кішкентай планшеттер секілді дейді, бірақ та олар сіздің теріңізде болады дейді. You can do all the things you do with a tablet or smartphone, such as read emails, chat with your friends or connect to social media. Сіз телефонда және планшетте орындайтын, яғни жасай алатын нәрсенің барлығын осы яғни браслетпен жасай аласыздар дейді. Яғни email, почта, достарыңызбен түрлі чаттарда, түрлі social media, яғни әлеуметтік желілерде, яғни чаттарда достарыңызбен сөйлесе аласыздар дейді. The only difference is that your arm is the touch screen which appears at the flick of your wrist. You need to pair the bracelet with a smartphone for it to work, but that's not too much to ask for something too futuristic, is it?
Тек қана бір айырмашылығы бар дейді, ол яғни қолыңыздағы сенсоры. Ол сіздің білегіңізде пайда болады дейді. Және де сіз браслетті яғни пайдалану үшін оны сіз телефонға жалғауыңыз қажет дейді, яғни жұмыс жасау үшін. Бірақ бұл футуристік нәрсені сұрау үшін соншалықты көп емес, солай емес пе дейді. And if that's not enough, wearable touchscreen bracelets come in many different colors too. You can wear a different color every day of the week. Және бұл жеткіліксіз қолға тағатын сенсорлы браслеттердің оның бірнеше түстері бар дейді. Сіз әртүрлі түсін әр аптада кие аласыз дейді. Келесі оқушылар ендеше 11-ші жаттығуды орындайық. Exercise number 11, read the text again and complete the sentence. You can use from 1 to 4 words дейді. Яғни оқушылар бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай түсіп қалған сөздерді орындарына қойып сөйлемді толықтырып жазуымыз қажет. Яғни жаңа оқыған берілген мәтінге қарап. Сіз 1-ден 4-ке дейін яғни аралығындағы сөздерді қолданып жаза аласыздар деп тұр берілгенде. Ендеше екіншісінен бастап орындайық. Екінші сөйлеп. Hoverboards have got lights to help you ride at night болады бұл жерде. Келесі үшінші. Their batteries can take you up to 8 kilometers болады. Төртінші. A wearable touchscreen bracelet works like a mini tablet болады. Яғни кішкентай планшеттер сияқты жұмыс жасайды деген. Келесі 5-ші. You need to pair it with smartphone болады. 6-ші. Wearable touchscreen bracelets come in lots of colors болады бұл жерге. Келесі exercise number 12, complete the sentence to be true about yourself дейді. Яғни өзіңіздің шындығыңызбен осы сөйлемді толықтырыңыз дейді. Яғни өзіңіз осы сөйлемді толықтыруыңыз қажет өз ойыңызбен. Былай деп тұр бірінші сөйлем. I'd like to have a hoverboard because мен hoverboardты қалаймын. Себебі не үшін қалайтыныңызды жазу қажетсіздер. Яғни мысалға ол жылдам жүреді, сондықтан да маған қалаймын деп жазсақ болады. Because hoverboard is very fast. Яғни ол өте жылдам болғандықтан. Келесі екінші. I'd like to have a wearable touchscreen bracelet because мен яғни сенсорлы қолға тағатын браслетті қалаймын. Не үшін? Себебі онымен барлық нәрсені жасай аламын десек болады. Яғни смартфон мен түрлі планшетте жасайтын нәрселерді онымен де біз қолдана аламыз, жасай аламыз. You can do all the things you do with a tablet and a smartphones деп жазсаңыздар болады. Келесі exercise number 13, 13-ші жаттығу. Work in groups, design a gadget, be as creative as you can, present it to the class дейді. 13-ші жаттығуда топпен жасайтын жұмыс, яғни work in groups дейді, яғни топта жұмыс жасайтын өзіңіздің гаджетіңіздің дизайнын жасаңыздар дейді. Яғни өзіңіздің қандай креативіңіз бар, сол арқылы жасаңыздар және де оны сыныпқа көрсетіңіздер дейді. Оқушылар бұны әр оқушы, яғни өздері топта жасайтын тапсырма. Бұл тапсырманы жазбаша орындамайсыздар, яғни гаджет жасауларыңыз қажет проектісін. Келесі exercise number 14, 14-ші жаттығу. Read and complete. Оқы және толықтыр. Екіншісінен бастайық. Where is the charge? I need to charge my phone дейді. Бұл жерде оқушылар charger болады. Яғни қуаттағыш қайда дейді. Мен телефонымды қуаттауым қажет дейді. Charger болады. Жоғарысында көрсетілген оқушылар бұлардың яғни жалғау жұрнақтары қалай жалғанатыны сөздерге. Мысалға жоғарысында тұр read, reader, act, actor деп, яғни read оқу болса, reader яғни оқитын адам, act іс-әрекет болса, actor актер. Яғни енді келесі үшінші сөйлемді қарайық. The project will display the film on the wall дейді. The projector болады. Бұл жерде will display the film on the wall. Келесі төртінші. My dad's a collect of old mobile phones.
My dad's a collector of old mobile phones болады. Соңғысы 5-ші. I sometimes can't do the sums, so I use a calculator болады. Яғни мен калькуляторды қолданамын деген. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye, students.